Достар, сәлем, сіздермен бүгін сырный шарики жасаймыз. Бұл ең оңай тәсілі. Үкіштен өткен сыр керек, нан ұнтақ керек, ұн керек, 2 жұмыртқа керек. Ең бірінші сырымызды үкіштен өткіземіз. Үстіне 2 жұмыртқа, 3 ас қасық ұнымызды саламыз, араластырамыз жақсылап. Нан ұнтағына чесночный приправа салсаңыз болады, ол өз еркіңіз. Жақсылап шарик жасап, нан ұнтағымызға аунатып, ысып тұрған майымызға қуырып аламыз. Бұл ең оңай тәсілі. Екінші тәсілін айта кетейін. Бұл екінші тәсілінде сіздер жұмыртқаның сарысын қолданбайсыздар, тек ақуызын ғана қолданасыздар. Жақсылап көпіртіп аласыздар ақуызды, содан кейін сырымызға саласыздар, ұныңызды саласыз, содан кейін шарик жасайсыздағы жаңағы нан ұнтағына салып, аунатып, ысып тұрған майға қуырып аласыз. Мен ең оңай тәсілін жасадым. Жасап көріңіздер, ас болсын.